болып жатыр. 2-3 минуттың ішінде қонағымызбен бастаймыз. Ассалаумағалейкум, Бақтияр аға. Уағалейкум ассалам. Кеш жарық, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Амин, бірге болсын. Бүгінгі ерекше датада өзіңізбен кездесіп отырғанымыз біз үшін қуаныш, өйткені Олимпиада чемпионының гимназия шәкірттері үшін берері мол деп білеміз. Солай болсын. Ең алдымен өзіңізге мектебімізді таныстыра өтсем, дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия Павлодар облысындағы 80 жылдан аса тарихы бар іргелі білім ордаларының бірі. Ал бүгінгі кездесуімізді бастасақ, ең алдымен кешегі Афинада өткен Олимпиада күні бүгінге дейін біздің көз алдымызда тұр. Сол кезде қола медаль, күміс медаль көбірек болды, бірақтан біз алтынға ұмтылдық, алтынды аңсадық. Сол кезде дүбірлі додада топ жарып, елімізге алтын медаль сыйлаған 21 жасар жігіттің өмірін жастық шағы туралы әңгімені бастасақ, өзіңіздің жастық шағыңыз, чемпиондық жолыңыз қалай, қайда басталды? Соны айта өтсеңіз ең алдымен. Енді әңгімені бастамай тұрып бірінші көрермендер, достарымызды мерекесімен керек. Енді өйткені қазір жиі айтып жүрміз, ең бастысы 16 желтоқсанда құрбан болған жастарымыздың, әпке ағаларымыздың бабаларымыздың сыйға тартқан тәуелсіздігі ең басы құтты болсын, ең басы ұзағынан болсын. Алла басып жүрген жеріміздің бүтіндігін, еліміздің амандығын, осы тәуелсіздігіміздің мәңгілік болуын Алла бізге нәсіп ете берсін. Сол елде, осы тәуелсіздігі мәңгілік болған елде бақытты ғұмыр кешуді, және де осындай айтып отырмыз ғой, Олимпиада ойын чемпионы деп, осындай чемпиондарымыз көбейе берсін, еліміздің атын шығаратын. Өнер саласы болсын, білім саласы болсын, кешегі Димаш бауырымыз сияқты бауырларымыз көбейе берсін. Спорт саласынан біздің жолды қуатын інілеріміз көбейе берсін. Сондықтан Аллаға шүкір. Енді айналып келіп жаңағы Афинаға келетін болсақ, енді Афина ол мен үшін бір ерекше тарихи сәт, қас қағым сәт сияқты. Былайша айтқанда 16 жыл өтті. Дегенмен де біреудің ғұмыры, біреудің өмірі, бірақ дегенмен де кеше болған дүние сияқты. Өйткені ондай дүниелер ешқашан ұмытылмайды, ондай дүниелер өмір бақи шынайы еңбекпен жеткеннен кейін ол кеше болған дүние сияқты өтетін сияқты мен үшін. Ең бастысы өте қуаныштымын, елдің сенімін арқалап барып ақтағаныма, көк туды желбірткеніме, кеше күнге салып жатырмыз ғой, мен туымды мақтан етемін деп қайтады салып жатырмыз. Оның бәрі неге? Өйткені осы тәуелсіздіктің күніне орай, және де осы туымызды мақтан етіп желбіретіп жүрсек деп, және де өзгеге үлгі болсын деп, патриоттық сезіміміз оянсын деп, сөйтіп бәріміз жан-жақтан салып жатырмыз. Енді мен ойлаймын, біздің жолды қуатын азаматтар мен азаматшалар көп болатын шығар деп. Ал Афина, бағанадан бері бастап әлі келе алмайтырмыз ғой Афинаға. Афина өзіңіз білесіздер, енді өте қиын жол болды. Бару үшін әбден қиналған жағдайымыз, өйткені жолдаманы алудың өзі мен үшін өте қиын болды. Қазір көп боксшылардың арасында аңыз әңгіме болып жүр осы дүние. Өйткені бірінші жолдама барып, өкінішке орай Корей боксшысына екінші жекпе-жекте аттигенай деген сәт болды. Екінші жолдамалық жарысқа Азамат Макажанов барды. Ода да аттигенай деген сәт болды. Мен үшінші жекпе-жекке Азамат арамыздағы былайша айтқанда жекпе-жекте, мысалы Дәулет Болатұлы Тұрлыханов өз шешімін шығарып, таңдау маған түсіп, соның арқасында Олимпиадаға барып, кейіннен міне өздеріңіз көргенде елдің сенімін ақтап, көк туды желбіретіп, елдің сенімін ақтап, абыройымызды көтеріп келген жағдай болды. Енді оны былай айтсам ұзақ болады, енді қысқаша айтып өтсем. Одан кейін менде бір рахмет жауабыңызға. Сұрақ болып тұр. Адамды кеңпейіл, көпшілететінде, я болмаса қытымыр кекшілететінде бойға біткен мінез емес пе? Сіз үшін көркем мінез деген, қалай түсінесіз осы көркем мінез дегенді? Көркем мінез деген бірінші кезекте ол мінез әйелге де, қызға да осы көркем мінез деп берсін деп атамыз ғой осы. Енді мен ойлаймын, ол біріншіден кісішілігі, адами қасиеті, жүрегінің тазалығы,
адамға деген сүйіспеншілігі, бауырға деген сүйіспеншілігі, ата анаға деген сүйіспеншілігі, сонымен адам көрініп тұрады ғой. Мысалы амандасқан кезде адам көркем мінездігін жүзінен, болмысынан, әңгімесінен ақ көрініп тұрады. Сондықтан мен түсінігім бойынша ол махаббат шығар. Адамға деген махаббат, бауырға деген махаббат, сондай мейірімді азамат пен азаматшыларды көркем мінез деп айтатын шығармыз енді. Жақсы. Чемпион болу үшін қайтпас қайсар мінез, қайсар рух, қаймықпайтын жүрек керек. Сұхбатымызды шәкірттерімізді қызықтыратын сұрақтардан да бастасақ, бізде тікелей эфирге сұрақ қойып жатыр. Көк байрақ аспанға шарықтап, әнұран әуелеген сәтте қандай сезім сыйлады дейді. Енді бірінші кезекте ол мақтаныш. Екінші кезекте енді шын айту керек, ол бір түс секілді. Өйткені сен ол дүниені телеарнадан көресің, сен алдында өткен ағаларыңнан. Және де ол сен үшін бір қол жетпейтін дүние сияқты. Ал шын мәнісінде өзің соған қаншама ашып тұшы тердің арқасында, еңбектің арқасында, қаншама финалдан, қаншама әттеген айдың сәттер болды, қаншама жарақат болды. Осылардың бәрін өте келе осыған жеткен кезде, өткен жолының қиындығының арқасында осыған жеткеніне тәубаға шүкіршілік етесің. Екіншіден түсін сияқты, үшіншіден сен сонымен елдің сені мақтағанға мақтанып, сондай ата-ананың сен мақтағанға мақтанып, көкірегіне бір қуаныш ұялаған кезде, енді шын керек. Шын сол кезде көзден жас кеткенде кез болды ғой. Сондай өзім мен айтам, ер азаматтарға жылы көзден жас ағызған жараспайды, бірақ енді қуаныш жасы деген ол бөлек шығар деп. Сондықтан ондай сәттерде ондай да болады екен деп. Сондықтан осы сезім бәрі сол кезде басынан өткен, сол кезде көздің алдынан өткен қасқағым сәт болып тұр ғой. Жақсы, дұрыс айтып отырсыз. Жалпы Олимпиада майданына жүрегіңіз дір етпей, атойлап кіруіңіздің басты сыры ата-бабадан дарыған тегеурін мен тектілігіңіздің бір жүректе ұштасуында жатқаны анық. Сіздің ата-бабаларыңыз тепсе темір үзетін батыр болған. Отбасыңыз туралы айтып беріңізші. Енді менің марқұм ата-анам, анам қайсар жүректі, қайсар мінездетін. Сондай өзі әйел заты болса да, бірақ мінезі, қайсарлығы бір 10 еркекке татитындай мінезі бар етін өзінің, қайсарлығы бар етін адамнан. Сол кісінен сүтімен келген дүние шығар ол қайсарлық. Өйткені ата-бабаларымыз, жеті аталарымыз, олар кезінде жауға жалғыз шапқан, жалғыз өзі жеті бір қалай айтсақ болды, жеті жаудың жеті азаматын жалғыз өзі жеңетін болған, құлататын болған деп, біреуі диірмен тоқтататын болған. Сондай. Ал әкеме келетін болсам, әкем енді ол кезінде, бала кезінде спортшы болды, армандады. Сол үлкен спортқа жетпеген арқасында ол ішіне қалып кеткен дүниесін бізден көріп, бізді спортқа берді. Әкем де қайсар мінезі, көргендігі мықты, сондай ашық мінезі, кісішіл, мықты азамат етін. Енді солардың мен ойлаймын, енді анамның сүтімен, әкемнің қанымен келген дүние шығар, осы мендегі бар дүниелердің бәрі. Сондықтан сол кісілерге сансыз шүкіршілік, Алла өз жаннатынан орын берсін. Сол кісілерге енді өмір бақи ана мен ата-ананың саған берген дүниесін ақтап өте алмайсың ғой. Қаншама тірек істемесең де бәрібір қарыздар болды. Сондықтан ол кісілердің алда мәңгілік қарыздармыз. Сондықтан сол кісілерге шексіз алғысымды білдіргім келеді. Солардан кейін дүние осылардың бәрі. Өйткені екеуі де сонда жайсаң, кісішіл, адамгершілігі мол кісілер еді. Дұрыс. Дүбірлі Олимпиададан кейін тәжірибесі толысып, тынысы ашыла түскен чемпиондардың бірі өзіңіз. Тіпті мемлекеттік қызметте де болдыңыз. Елдің тағдырын айтатын депутаттық мінберден де көрдік сізді. Осы өміріңіз, ол сіздің басқа қырың, жігітке жеті өнерде аз дейді. Ел өміріне араласудағы сіздің қандай қырларыңызды ашты? Енді бірінші кезекте бұл оңай дүние емес. Бұл мысалы көп жағдайда мен әсіресе мынау әкім болған кезімді айтып өтейінші қысқаша. Өйткені көп адамға осы қызық қой. Оны мен көбінесе жеткізгім келеді. Енді
бізде ауыл әкімі деген мемлекеттік органдарда қызмет бар. Енді ауыл әкімі деген менің кезімде ол жалақысы 60.000 теңге, бірақ ешқандай бюджеті жоқ. Қарамағында 3 адам, сол 3 адаммен бүкіл 5.000 халықтың мұң-мұқтажын ескеріп, жағдайын жасап, ауыз суын алып келіп, светін, жарығын алып келіп, сол мәселені шешу керек болатын. Мысалы, ауылда жұмыс істеген кезде біздің Айшебе ауылында 5.000 халық тұрады, бірақ қарап тұрсаңыз, мысалы, министрліктен тапсырма келеді. Осы ауылды көгалдандыру керек. Осы ауылға сендерге биыл, мысалы, 15.000 гектар қызылша егу керек деген, жүгері егу керек, бидай егу керек деген тапсырмалар келеді. Бірақ оны ауыл әкімге келіп түседі ол тапсырма. Ал сенде ешқандай қолында не бюджетің жоқ. Қарамағында сонша адамың жоқ. Сол осындай мәселелерді шешу, мысалы, көбісі айтады, ауыл әкімі барған кезде қалай жұмыс істейді екен деп. Осындай мәселелерді, ауқымды мәселелерді шеше бастап, ел тіріңе араласып, шекаралас мемлекеттерге барып мәселе шешіп, су шешіп, жаңа егін егетін азаматтармен келісіп, заводтармен келісіп, мысалы, көктемнің кезінде, мысалы, дүние егіліп жатса, мысалы, қызылша деген нәрселер егіліп жатса, көктемнің кезінде, ол кезде бензиннің бағасын түсіріп, сәл-сәл. Кейін қызылша күзде піскен кезде, ол қызылшаны заводтарға, қант заводтарына өткізетін кезде, оның бағасы сәл-сәл көтерткізіп, осы мәселелермен тығыз араласып, бетпе-бет кездескен кезде өте оңай емес. Былайша айтқанда қиын жұмыс, бірақ дегенмен де осының нәтижесін көріп, осының жеңісін көріп, жаңағыдай нәрселер істеп, халықты қуантқан кезде, жер бөліп берген кезде, су кіргізген кезде, мешіт салып жатқан кезде, ауылда халықтың жүзінен күлкі көрген кезде, шын мәнісінде адам осындай дүниеден ләззаттанады. Өйткені халықтың сыйын сен ешқандай ақшамен сатып алмайсың. Халықтың алдында беделді болу, абыройлы болуды ол тек қана еңбекпен ғана көрсетіп, олардың разылығын ала аласың. Сондықтан осы нәрсенің бәрін көргеннен кейін мен өзімді бір бақытты азаматтардың бірімін деп есептедім. Сондықтан осындай сәттер туып жатса, еліміз үшін, халқымыз үшін қай кез болмасын, мысалы, қызмет еткен ол қандай да азамат үшін абырой болу. Ең бастысы солардың алғысына бөлену, ең басты мақсат болу керек деп ойлаймын. Сондықтан осындай қырларымызбен, осындай жақтарымызбен жұмыс істеп, халықтың алғысына бөленген жағдайымыз бар. Енді осыны сол үшін мен қуанамын, осындай сәттер өмірде болғанына. Әрине, елім дейтін ер болмаса, ерім дейтін ел қайдан болсын дейді ғой. Мұнда оқырмандарымыз сізге өзінің алғыстарын айтып жатыр, көп рахмет деп жатыр. Аман болсын, ардақты азамат дейді. Сізге де тағы да осы тілектерге біз де қосыламыз. Бақтияр аға, сіздің атыңызды кім қойды? Менің атымды әкем қойды. Енді қалай қойған тарихын білмейді екенмін, шын десем, бірақ әкем қойған. Бірақ енді қазір таңда әр балаға ата-аналар көріп отқан болса, ат қоятын кезде өте қатты ойланып, дұрыс ат қою керек. Өйткені баланың тағдыры атына байланысты болады. Мысалы, мен осы уақытқа дейін Бақтиярдың, мысалы, ешқандай мағынасын, ешқандай несін білген жоқпын, бірақ дегенмен де өзім жақын арада осы кейін кездерде осы нені көреміз ғой, шежірені көріп отқан кезде Бақтияр деген ұлы жүздің ұраны болыпты. Дұрыс айтасыз. Осындай нәрселердің бәрі, мен ойлаймын, осындай нәрсенің бәрі менің өмірімде қалыптасуға, осындай қол жетістіктерге қол жеткізуіме себепкер болған шығар деп. Иә, бізде оқырмандар сұрап жатыр. Мектеп кездегі Бақтияр қалай болды дейді, қандай азамат болды дейді. Мектеп кезіңізді еске түсіріңізші. Мектеп кезде, шын айтсам, жайсаң, қарапайым, ешқандай бұзықтық жоқ, бәрімен дос бола білетін, кішіпейіл, сондай ешқандай бір ерекшелігі жоқ, жай ғана қарапайым бала болды. Өйткені сол мінез әлі де сол қалды. Өйткені бұл қазір бар дүние, ол бүгін кешен алды күні болмаса олимпиада чемпионы болған кезде қалыптасқан дүние емес. Бұл дүние табиғи болмыс, ешқандай өзгеріссіз. Сондықтан дәл осындай болды, қазір көріп отқандай. Ең бастысы мұғалімдердің жақсы көретін оқушысы болып десем болады. Өйткені қай кезде болмаса да бір өзі староста қылып қойып мектептің класстың. Сосын мұғалімдерім, әпкелеріміз өзі бір ерекше жақсы көріп, сүйіп, риза болып, сүйсініп жүретін бір шәкірттердің бірі болдым. Өйткені
уақытылы, былай айтқанда орысша айтқанда пунктуальный, уақытылы келетін, айтқанында тұратын, берген нәрсесін уәдесіне тұратын сондай бір азамат болғаннан кейін бәрібір жақсы көретіндей бір оқушы болдым десем болады. Жақсы, мұнда бізде пікір беріп жатыр. Қазақтың төбесін көкке жеткізген арды азамат дейді. Барлық пікірлерге біз қосыламыз. Бақтияр аға, ұстазыңыз туралы айтып кеттіңіз. Қазіргі таңда ұстаз мәртебесі көтеріліп жатыр. Ұстаздарыңыз туралы айта кетіңізші. Алғашқы ұстазыңыз туралы. Мен Жамбыл облысы Тараз қаласында нөмір 44-ші мектепте, Шонас Маханұлы атындағы мектепте оқыдым. 6-летка дейміз, содан бастап 11-ші сыныпқа дейін бір мектепте оқып, қазақ мектебінде, Шонас Маханұлы атындағы 44-ші. Сол жерде оқып, бітіріп, ең алғашқы мектепке барған кезде мен бірінші әпкейім Сәния әпке етін. Енді өкінішке фамилиясын білмейді екен, бірақ есімі екен, біз Сәния әпке дейтінбіз ғой. Сол әпкеймен кездесіп, ол әпкеміз жайсаң, сондай керемет мінезді, нағыз мұғалім, сондай баламен сөйлесе білетін, өзі бір психолог, балаларға жан ашитын, көп ұрыспайтын. Мен айтам, өзім Аллаға сансыз шүкір, менің жолымда тек жақсы мұғалімдер, жақсы ұстаздар, жақсы адамдар кездестіріп жатқаннан. Сонымен сол кісінің тәлім тәрбиесін алдық. Ары қарай одан 5-ші сыныпқа дейін одан өте келе Ербосын ағайымыз болды. Ол кісімен де бір 3-4 жылдай ол кісі бізде сабақ мұғалім болды. Мұғалімден ол кісіден кейін Бағдат әпкеміз келді. Мектепті сол Бағдат әпкемізден тамамдап, 11-ші сыныпқа дейін аяқтап, сол мектепті түлек болып шықтық аяғында. Ризамыз сізге. Сіздің жолыңызды біздің шәкірттерге берсін. Біздің мектебімізден де олимпиада чемпиондары шықсын. Өткенде ғана біз дәл осылай Токио олимпиадасына жүлдеме жеңіп алған бокстан Серік Теміржановыңызбен кездестік. Серік ағамызға да, біздің Серік бауырымызға да сіздің жолыңызды берсін дейміз. Амин. Бақтияр аға, енді бір өзекті мәселені қозғағым келіп отыр. Бауыржан Момышұлы неден қорқасын деп сұраған кезде, баласына ертегі айтпайтын әженің жоқтығынан қорқам деген еді. Сіз ертегі тыңдап өстіңіз бе? Ертегідегі қандай кейіпкерлерді жадыңызда сақтап қалдыңыз? Мен ертегілерді, енді біз сондай ертегі көп көрген жоқпыз, енді шыны керек, өйткені біздің кезде бір өзі ертегі тыңдайтындай кез болған жоқ қой, 80-ші жылдар. Жалпылама тәуелсіздік алғалы бері сондай бір елімізде қалай болады екен, не болады екен, көп халықтың жағдайы қиын болып, барлығы көшеге жұмысқа шығып кетті, магазинде кезекпен тұрып, сондай бір қиын қыстау кездер болды ғой. Сол кезде сондай бір ертегі тыңдағанға ондай бір сәті тумады. Бірақ дегенмен де мынау сол кезде бір киноларды көріп, сол киноларға еліктеп, осына бір елін сен мақтайтын бір, ол кезде десант деген бір кинолар бар еді ғой, 7 десант деген, 7 десантов деген орысша кино бар еді, бірақ соны қазақша аударған, сол қазақшасын көріп, сол десанттарға еліктеп өскен жағдайымыз бар. Ал енді Бақтияр аға, әңгімеңіз тартымды, жолыңызда дара, бар қазақтың мақтанышысыз. Қазіргі таңда жастардың бойындағы қасиет дейміз бе, мінез дейміз бе, жастардың бойында қандай кемшілікті байқап жүрсіз? Жастар несін түзеу қажет? Оларға айтар ақылыңыз. Әркімнің негізі ақылы өзіне дейді ғой, өйткені қазір ақыл айтатын болсаң, көп адам құлақ аса бермейді. Болмаса ақыл айтып жатсаң, дұрыс кеңес беріп жатсаң, көбісі ренішпен дұрыс қабылдамайды. Бірақ дегенмен де ағалық, аға болғаннан кейін, көп жас болғанға ағалық кеңестеріміз беруге ол біздің парызымыз деп есептеймін. Енді олардың бойында әттеген-ай деген мінез, ол қазір таңда тіл мәселесі мені өте қатты алаңдатады. Өйткені қарап тұрсаң, көшеге шықсаң, барлығы орысша сөйлеп жатқан кезде расында жүрегің ауырып, көп жерде түзеулеп жататын жағдайымыз бар. Көбісі ренжіп жатады. Бірақ менің бір тілерім жастарға, қазақы болмысын жоғалтпай, ананың бойынан келген, ақ сүтпен келген тілімізді қорламай, қазақша сөйлесін дегім келеді. Өйткені қай кезде, қай азамат өз тілінде сөйлесе, ол сол елдің патриоты, елім, жерім деген азамат болады. Ал егерде өзге тілінде сөйлеп, өзге тілмен, өзге дінмен жүретін болса, онда өкінішке орай ол азамат отан тұрмақ түгілі өз отбасында
ертеңгі күні жарылқаймайды. Сондықтан бірінші кезекте тілдеріңді ұмытпаңдар. Ананың сүтімен келген қазақ тілін ұмыту деген ол мен үшін білмеймін, ол соңғы дүние шығар. Сондықтан бірінші Өте орынды пікір. тілді қолға алсын, қазақша сөйлесін, тілден намыстанбасын, ол сенің болмысын, сенің табиғатың ол. Одан қашпау керек. Екінші, кішігірім болса да кеңесім енді ешқашан асықпаңдар. Өйткені асыққан кезде адам қателік көп жасайды. Өйткені Алланың берген ғұмыр бар, Алланың берген саған жолы бар, сол жолдан ешқайда асып кете алмайсың. Сондықтан сабырлықпен, ақылдылықпен, мансапқа қызықпай, дүниеге қызықпай, дүние керек, бірақ дегенмен қызықпай, ол нәрсе, әр нәрсе өзінің уақытында келеді. Және де сәті туып жатса, ерте бастан ата-ананың көз тірісінде оларды сыйлап, олармен мақтан етіп, оларға қызмет жасап, керек болса ананың мен әкенің аяғын жуып, өйткені олар ұзақ емес. Осындай дүниелерді мен кішігірім болса да ақыл айтадым. Өйткені әкеге, анаға ешқашан жоқ, сіздікі дұрыс емес деген нәрселерді мүлдем айтпау керек. Біз қазақпыз, әрқашанда ата-ананы құрметтеген, ата-ананы сыйлаған, үлкенге құрмет, кішіге ізет жасайтын азамат болғанбыз. Бабаларымыз сондай мықты бабаларым, текті бабаларымыздың ұрпағымыз қазақ деген. Сондықтан біздің бәріміз руға бөлмей, жікке бөлмей, тек бір қазақпыз деп бірімізді қолдап, ана тілімізді көтеріп, үлкенге құрмет, ата-анаға қызмет жасап жүрсек, осындай жастарымыз жолдары ашық болып, бүкіл армандарына жететініне дегім келеді. Жақсы, рахмет. Мұнда бізде оқырмандарымыз 3 рет сұрап отыр. Сіз JJJ-мен, яғни Геннадий Головкинмен қанша рет кездессеңіз, араласып тұрасыз ба, Бақтияр аға дейді. Біз Геннадий екеуміз 5 рет кездестік, 3-те 2, Геннадий 3 рет жеңді, мен 2 рет жеңдім. Ең соңғы кездесуіміз осы Афина Олимпиадасының алдына баратын кезде жолдамалық жарыстың кезінде болды. Өздеріңіз білесіздер, 69 салмақ дәрежесі пайда болған кезде, сол кезде ол 71-де бірінші нөмірлі боксшы, мен 67-де бірінші нөмірлі. Ол мен көтердім, ол түсірді. Сол кезде кескен кезде мен Геннадийді туалған соңғы Олимпиаданың алдында. Одан кейін енді Олимпиадаға барып келдік. Ол 75-те барды, мен 69-да бардым. Кейін араласып, кейіннен халықтың алдында, Астанада, осы Астанада, ел алдында, республиканың бойында, орталық әкімшіліктің алдында, халықтың алдында өнер көрсеткенбіз. Халықтың сұранысы бойынша. Ол кезде тең дәрежелі өнер көрсетіп, екеуміз қолымыз бірдей көтерді енді. Екеуміздің бірдей көтерді. Бірақ ол кезде мен Олимпиада чемпионым, ол Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері еді. Сіз шетелде білім алдыңыз. Қандай артықшылық пен айырмашылық бар? Енді өзге елде, өзге тілде... Сұлтан болғанша... өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол дейді ғой. Енді дегенмен де мен айтқым келгені, өз еліне жетпейді. Ешқандай енді олардың маған бұрынағаны, мен сол елде оразасы тұттым. Ораза айында сол жақта оқып жүргенге мен 1,5 жыл кеме оқыдым ғой. Сол ораза тұтқан кезде, мешітте отқан кезде маған бір түрік азаматымен дос боламыз екеуміз. Сол түрік азамат маған бүйтеді: Бақтияр, қарашы дейді, біз мұсылман елінде тұрамыз дейді. Біз бүкіл нәрсені білеміз дейді. Бірақ нәрсені қарашы дейді. Мұсылман елінде тұрсақ та біз барлығымыз сигнализация қоямыз, терезеге решетка қоямыз, сыртына қақпа қоямыз, қақпаның сыртына қақпа қоямыз, темір есіктің сыртына тағы бір темір есік қойып, екі есіктен қоямыз дейді. Сол кезде біз қандай мұсылман ел болдық дейді маған. Мен айттым: сіз неге келе жатсыз, не айтқыңыз келіп тұр? Ал мынау есік алға қарашы, Бақтияр, Англияда бүкіл үйлерде ешқандай қақпа да жоқ, решетка жоқ, әшейін терезе, үйлердің бәріне айналдыра терезе. Сол кезде бұл елдің мәдениеті сондай жоғарғы қарашы деген кезде мен өзім риза болдым. Сол мәдениетіне сүйсіне келе, ол жігіттің тағы бір айтқан нәрсесі бар: қараш, біз мұсылман болып барлық нәрсені біле тұра, Рамадан айында ораза ұстап жүрміз, мешітке барып сақал қойып алады, әрқайсысы сақал қойып алған, біреуі дамбал киіп алған, бір жағымсыз түр әлпет дейді, бәрімізде бір террорист сияқты. Ал мыналардың түрін қарашы, қандай сипаттары, қандай жүздері, қандай өзіне жарасын киінген, әдемі болып жүреді. Неге біз мұсылмандар осы бәрін біле тұра осылай істейді? Және де мәдениеттің бір түрі
мешітке келе жатыр да ораза ұстап, неге барлығы көше бойынша жол жүрген мусорын тастаймыз, түкіреміз жан жаққа. Ал мыналар қарашы, бұлардың біреу ондай нәрсе істемейді деген кезде, бір өзім сүйсініп риза болған, мәдениетіне тамсана қарап риза болған. Жаңа көшеде келе жатсан, байқамай сен соғып кетсең де сенен кешірім сұрайтыны, соның ғибадатқа, өсекке жоқтықтары, мысалы біреуге біреу өсек айтып жатса, бұрылып кетеді адам. Сенімен сөйлеспейді олар, өсек айтып жатсаң. Сондай бір мәдениеттеріне қарап сүйсінген жағдайым болды. Және де ең жақсысы бостандық. Толық бостандық. Мысалы жұмысқа барсаң, сағаттап төлейді мысалы. Осы нәрселер көрген кезде өзің бір сүйсінесің. Сен жұмыс істесең, өзің үшін жұмыс істейсің, сол кезде сен мысалы бір күнде 10 сағат жұмыс істемесең, значит сен бір күнде 10 сағаттың жалақысын аласың. Орташа жалақы мысалы сағатына мен көрдім, мектеп магазин саудагерлері орташа сағатына 15 фунт алады. 1 фунт дегеніміз біздің теңгемен 600 теңге. Бір сағатқа сөзі 15 фунт алады. 15 фунтыңыз қанша болды сөзі? 6.000 9.000 болып тұр. Бір сағатқа. 10 сағат жұмыс істесең, 90 теңге аласың бір күнде. Ал егер бір айға жұмыс істейтін болсаң, сол кезде қанша болып тұр? Енді 900 миллион 700, 2 миллион 700 болып тұр. Жай магазиндегі саудагердің. Сол кезде қарап тұрсаң, осындай нәрселердің бәрін көріп, олардың экономикасын көріп, олардың жұмыс істеп жатқандарын көріп, олардың мәдениетін көрген кезде арасында сүйсінесің. Енді әрине барғанда бірінші кезекте тіл үйреніп қайту болды, және де осындай өзімнің кругозорымды, өрісімді кеңейтіп, жан-жақты болып, олардың немен күн көретінін, қалай жұмыс істейтіндерін бәрін көріп, осы нәрсені болашақта елге алып келіп сіңірсек па деген оймен ғана барып оқыдық. Ең бастысы тіл, қарым-қатынас жасау үшін де сол үшін де бардық қой, енді оны да үйреніп келдік енді. Жаңағы көргенім, сүйсінгенім, ол жаңа мен айтып жатқан дүниелер сондай керемет дүние, және жаңағы түріктің айтпағы. Ол дүниеге барған кезде, мысалы, мұсылмандардың бәрі өмір бақи намазда болуы мүмкін, неше түрлі нәрсе істеуі мүмкін, бірақ бір күнде қаншама кінә жасап жатырмыз дейді. Біле тұра өзіміз айтады. Ал бұларды ертең жәннаттың алдына барған кезде ля иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп бір-ақ ауыз айтатын болса, олар бірден жәннатқа кіріп кетіп, біз кіре алмай қалуымыз мүмкін деп бір ескерткені болатын. Сондықтан осындай мәдениет жағы өте керемет. Кітап алтын сандық, іші толған қазына құт, оқы ойыңа тұт дейді. Кітап оқисыз ба? Сүйікті авторыңыз кім? Енді кітап соңғы кезде осы кітапқа деген, театрға, операға деген өзім бір сүйіспеншілігім ашылып жүр, өйткені уақыт келе адамның көзқарасы өмірге деген өзгереді екен. Мысалы, қазір мысалы айдалаға барып балық аулағанды жақсы көремін. Көпшілігі аң аулағанды жақсы көреді ғой. Мен де керісінше. Соған байланысты соңғы кезде осы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы деген шығармашылығы бар екен. Енді өте қателеспесем бір 500 парақты кітап, өте қалың. Соны бастап, соны оқып жатырмын қазір. Өйткені Абай немен өмір сүрген, қандай ортада өмір сүрген, ата-анасы кім болған, не істеген, соншалықты ғұлама болатындай не істеген деп бір ізденіс жасап жатырмын. Өйткені ондай адамдардың жақсы жағын үйреніп алу үшін, жақсы жағын қабыл алып, ертеңгі ел арасында жүрген кезде осындай нәрселер істеген Абай бабамыз. Сондықтан сендер де осындай болыңдар деп, мүмкін кеңес керек болады деп сөйтіп, осы Абай жолын Мұхтар Әуезовтің жазған шығармашылығын оқып жатырмын қазір. Қазақ халқы екі дүниеде делебесі қозады ғой. Бірі бокс, екіншісі айтыс. Айтыс көресіз бе? Айтыс қазір таңда көп көре бермеймін, өйткені енді айтыс өзіме ұнайды, бірақ енді шын айтсам қазір сәті туып жүрген жоқ. Теледидар, шын керек қой, теледидар деген нәрсені қазір таңда мүлдем көргенге қол босамайды. Аллаға шүкір деп айтайын. Күнделікті кездесу, мысалы өздеріңізбен болып отыр қазір кездесу. Неге ертеңге емес деген кезде, ертеңге мысалы ертеңгі таңда Геннадийдің анонсын жасаймыз ертең. Одан кейін балалармен кездесу тағы бар ертең. Ертең арғы комментатор болмақ. Осы нәрселер көп болған сайын өзіміз сол телеарнаның ішінде жүргеннен кейін телеарнаны көргенге сәті тумайды, және де сол айтыс деген дүниені енді қазір таңда жіберіп алып жатырмын. Бірақ енді сәті туса көріп қалып жатсам, міндетті түрде соны көріп отырамын, өйткені
айтыскер ақындардың арқалар қозып, жаңа бір-біріне керемет сөздер айтып, елімізде отқан дүниені, ащы шындықты айтып отқан кезде бір өзім бір сүйсінетін дүние ғой. Сондықтан сәт ұтып атса көремін, бірақ енді Қазақстанда соңғы кезде мүлдем көрген жоқпын деп айтса болады. Біздің оқушыларды мынадай сұрақ қызықтырып жатыр екен. Анаңызды ең бірінші қалай қуантқан кезіңіз айта кетсеңіз дейді. Анаңызды ең бірінші қалай қуанттыңыз? Енді мен туған анам үшін мен нем бар, бәрін берсе де ол кісіге жетпейді ғой, ол кісі маған деген құрметті. Өйткені бір кішкене ақпарат айтып өтейін. Мысалы, осы мен бала кезде біздің уақытта деп айтайыншы, біздің уақытта ол кезде шорты, боксерка, жаңағы майка дегендер жоқ еді мүлдем. Магазиндерде сатылмайтын. Сол нәрсені мен анам өзім қолыммен тігіп, түннің бір уақытысына соны тігіп, бізді рингке шығарған анамнан айналам. Сол кісіге мен енді алғашқы чемпион бола бастаған кезде ол кісілерге тұрып атқан үйімізді жөндеп, ремонттап, ол кісілерге телевизор алып берген жағдайым, сондай бір сый жасаған телевизор. Ол кезде телевизор жоқ, ол кезде мынандай бұрайтын телевизор болмаса, қазір көріп отқан мен замандастарым болса айтады, күлетін шығар, плоскогубциямен бұрап телеканалдарды өзгертетіміз. Сонда телевизордың кезінде бір пультпен басылатын, пультпен жұмыс етіп телевизор алып берген кезде анам бір сүйсінгені бар. Одан бері өсе келе, Олимпиаданың алдында бір жыл бұрын Қытайда бір үлкен жарыста чемпион болған кезде анам Қазақстанда әйел заты шуба деген жақсы көреді ғой. Анама 2003 жылы Қытайда турнирден жеңімпаз болып $2000 шуба алып берген жағдайым бар. Сол турнирде чемпион болдым. Алланың қалауымен сол турнирде бірінші орынға сол $2000 берді. Сол ақшаға анама барамда не алып берем ғой, шуба алып берем. Сөйтіп анама алып барып сыйлаған кезде анамның соншалықты сүйсінгені, сосын сол шубаны киіп тұрып маған қарап тұрды, осыған бас киім жетпейтін сияқты дейді. Сосын бас киімді алып бердім сол күн барып магазиннен. Просто кішігірім сыйлықтар болған өмірде. Естен кетпес естеліктеріңіз үшін рахмет. Көрермендерден сұрақ түсіп жатыр. Сіздің ең қиын қарсыласыңыз кім болды? Ең қарсыласым мен үшін Олег Саидов болды. Олимпиада ойындарында сол жекпе-жекті көрген болса, мен ойлаймын, живой, тірідей сол жекпе-жекті көретін болсаңыз, өте ауыр жекпе-жек болды. Өйткені Олег алда келеді бір ұпай, мен алда келедім бір ұпай, ол қайтып шығып кетеді, мен келем қайт. Міне жекпе-жек былай келе жатқан кезде ең қиыны солды. Өйткені сен білесің де, қазір сен егер сәл жіберіп қойсаң, ұтылып қаласың. Сәл босансаң, ұтылып қаласың. Сондықтан жекпе-жектің аяғына дейін өз-өзін ұстап, жекпе-жектің аяғына дейін жеткізуге бүкіл күш қуатына жігерін салған кезде жанның қиналғанына қарамастан. Өйткені жан неге қиналады? Мысалы, көбісі түсінбеуі мүмкін. Жан 10 килограмм салмақ қуған адамның, өздеріңіз ойлаңыздар, 10 килограмм салмақ қуған адам қандай зорлық тұрады өзі. Ол сөйлегенге, боксасқан емес, ол жай жүргенге қиналып тұратын адам ғой, ол былайша. Сондай қиыншылыққа қарамай, ауыртпашылыққа қарамай, 4 раунд аяғына жекпе-жек жеткізу, және жеңіске жету деген жігердің арқасында мен жеңіске жеттім. Және де менің өмірімдегі ең қиын қарсылас ол Олег Саидовты айтатын едім. Өйткені ондай қарсылас мен көрген жоқпын, және соншалықты ешкіммен олар қиналған емеспін. Мен сондықтан ең қиын жекпе-жегім ол Олег Саидов деп айтамын. Қандай кездес болмасын, ол бәріне міндетті түрде Олег Саидов деп айтамын. Көрерменіңіз үшін толымды жауап болды деп ойлаймын. Қазақстанда әуесқой бокста Олимпиада чемпионы кім болады деп жатыр Сұлтан есімді көрерменіміз. Енді асылдық жасау Алла ғана жарысады ғой. Біз енді жай пенде болғаннан кейін ондай асылдық жасап айта алмаймын. Болмаса сол сұхбат көріп жатса інілерім ренжіп қалуы мүмкін. Неге аға мені елемеді деп. Сондықтан бұл сұраққа мен жауап бере алмаймын, және де інілерім те ренжіте алмаймын. Мен үшін бәрі чемпион болады деп ойлаймын. Алла нәсіп етсе. Жалпы Баркер кубогын біздің қазақтың кубогы болып кеткен сияқты. Қалай ойлайсыз? Аллаға шүкір, біздің кубок деп айтса да болады. Енді кішігірім табиғатқа көз жүгіртетін болсақ, жалпы 100 жылдық тарихы бар Баркер кубогы. Мынау осына үлкендігі бір осына бір
1 метрлік баркер кубогы, таза қола темірден жасалған баркер кубогы, 100 адам бар, 25 адамның есімі жазылған баркер, ол мәңгілікке менде қалды. 100 жылдық тарихы бар. 2004 жылы соңғы менің атым жазылды, сол баркер менде қалды. Ол бізде не еді ғой, әр олимпиада қолдан қолға, мысалы мен бір чемпионат алып барып береді, басқа адам аты жазылады, соны ары қарай сөйтіп жүрген баркер ол менде қалды. Сондықтан баркер кубогы расында қазақтарда қалды. Қазір әр олимпиада ойындарында ең үздік боксшы деген андай хрусталдық шыныдан жасалған ваза береді қазіргі таңда. Сондықтан қазір баркер кубогы жоқ, баркер қазақтарда біздің елде менде қалды. Сондықтан айтып отырмыз ғой, анда-санда өзім әзілдеймін, қазақтарға киген дүние ешқашан қайтпайды ол деп. Рахмет, осындай тамаша сұхбат болып жатыр. Сіз Инстаграмда отырасыз ба? Кімнің парақшасын бақылап отырасыз дейді? Инстаграмда, әлеуметтік желілерде кімнің парақшаларын оқисыз? Енді Инстаграмда осы мына праймерз деген дүние, әр нәрсенің бір қайыры бар деп айтамыз ғой. Осы праймерз кезінде Фейсбук пен Инстаграм ашуға тура келді. Өйткені олардың талап сондай болғаннан кейін осыны ашуға тура келді. Қателеспесем, менде 2 айдың көлемі болған шығар осы Инстаграм ашылғанда. Бұлай толық әлі білмеймін, қалай қолдану керек екенін. Бірақ әйтеуір елдердің айтысымен былай істе деп жатып, көріп жатып, жаңа енді үйреніп жатырмын. Ал жеке стористер көрем, достарымнан, жақын бауырларымнан, балаларымның стористерін қарап отырамын, не істеп жатқандарын. Ал былай енді ары қарай көп отыра бермеймін. Жалпы олимпиада чемпионы қандай тамақ жейді екен? Салауатты өмір салтын сақтау үшін. Енді Өзіңіз ұнататын тағамдарды, ұлттық тағамдарды айта кетсеңіз. Мен енді міндетті түрде қазақ болғаннан кейін ол бешбармақ дейміз ғой. Осы қыс кезінде соғым сойып, бір-бірімізге ағайындар соғым шүйкім болсын деп, ағайындар айттап үйлеріне барып, ет жеп жататын жағдайымыз бар, ауылда жүргенде. Сондықтан бірінші кезекте бешбармақ. Енді ар жағында плов, манты, борщ деп кете береміз ғой, сондықтан ар жағы сөйтіп кете береді. Ал тамақ былай таңдамаймын. Барына шүкір деп, тамақ алдымда тұрған болса, жіберем, таңдамаймын. Сіздің келешекте қандай ойларыңыз бар? Жоспарларыңыз айтсаңыз, орындалмаған армандарыңыз бар ма? Орындалмаған арман әрине бар. Енді ол марқұм ата-анамды Меккеге алып барып, және де әлемді аралатып, бір сондай өмірдің қызығын көрсетсем ба деген ниетім болды, бірақ енді ондай ол арман болып қалды енді. Ал болашақта келешекте енді елге, осы спортыма пайдам тисе деген бір арманым бар. Ол әрине қызмет, міндетті түрде қызметте болу емес, жай ғана спорт саласында әйтеуір қолымнан келгенше әйтеуір пайдам тисе, сол шығар болашақта енді өзімнің арманым, ойым. Ал енді басқасын енді Алла нәсіп етсе, денсаулық бар болса, бас аман болса, басқасы болар енді деп жүретін кездеріміз бар қазір. Сіз үшін жақынды алыстататын, алысты жақындататын кім деп сұрақ қойып жатыр оқырмандарымыз? Мен үшін жақынды алыстататын, алысты жақындататын ол бауырлар шығар. Туған бауырлар шығар мен үшін. Туған алтын бауырларым, 2 бауырым бар туған. Сол екеуі ғой. Олар алысты да жақындалады, жақында. Енді жақында алыс қылмайды олар. Алысты жақындылар, бірақ енді басқасын білмеймін енді. Енді сұрақты мен дұрыс түсінген болсам, енді мен жауабым осында, егерде дұрыс түсінбей қалған болсам, онда қайтадан бір ескертіп, мен сұрағым дәлірек айтсам, мынандай екен деп айтсаңыздар, мен енді сіздің сұрақтан осылай түсінген, осылай жауап беріп отырмын. Мен қазір оқи қоямын. Ал Бақтияр аға, келесі жылы еліміз тәуелсіздіктің 30 жылдығын тойлайды. 30 жыл айтулы мереке. Осы тәуелсіздік мерекесіне орай өзіңіздің не айтарыңыз бар? Тәуелсіздікке мерекесіне жаңа сөзім басында тиек етіп айттым ғой, қазір тағы да сол сөзіме тиек етіп айтарым, 30 жылдық болған кезде той тойламай, енді менің жүрегімдегі бар дүние
мемлекет басшыларына да айтатын едім, президентке де айтатын едім, ешқандай той тойламай, ешқандай салют атпай, ешқандай шырша қойдыртпай. Өйткені жаңа жыл жақсы, бірақ жаңа жыл өз уақытысында шырша қою керек. Біз тәуелсіздік күнінде құрбандарға құрбандық шалып, сол тәуелсіздік күнін сыйлаған жастарға құрбандық шалып, бүкіл жамағат болып мешітте намаз оқысақ, құран баштасақ, ол нұр үстіне нұр болатын еді. 30 жылдықты осы атап өтсек, мен ойлаймын, біздің қазақ екеніміз, текті елдің ұрпақ екеніміз содан білінетін еді. Сондықтан менде осындай ұсыныс болатын еді басшылыққа. Сондықтан келесі жылы сәті туылса осылай қарсылайық деген ой. Дұрыс айтасыз, рахмет. Бақтияр аға, эфирде отырғанымызға 40 минуттан да асып өтті. Сіздің біздің тікелей эфирге келісіміңізді берген үшін көп алғысымызды айтамыз. Ұстаздар қауымы, шәкірттер қауымы. Егер де Павлодар деген сөзді ести қалсаңыз, Павлодарда Абай гимназиясы менің жанкүйерлерім деп ойлай беріңіз. Біздің мектептегі 600 бала мен 60 мұғалімнің барлық ата-аналарымыз да әрқашан сізді қолдайды, сізге жанкүйер. Егер де Павлодарға жолыңыз түссе, міндетті түрде дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназияға келе кетіңіз. Біздің гимназия қара шаңырақ, осы облысымыздағы ең ірі мектептердің бірі. Сізді қуана күтеді, есігіміз әрқашан сіз үшін ашық. Бүгінгі эфирге қатысып отырған барлық көрермендерге де өзіміздің алғысымызды айтамыз. Бүгінгі біздің тәуелсіздік күні тағы да бір рет сіздерді осы мерекемен құттықтаймын. Еліміздің шаңырағы биік болсын дегім келеді. Амин. Жақсы. Көп рахмет. Мен эфирді тоқтатып қоямын. Рахмет. Жақсы.